Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге Нұрғиса Қыдырбайұлы. Біз бүгін сіздермен ешкі шаруашылығы, сүтті ешкі шаруашылығы тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз. Біздің көрерменіміз Нурик әкім деген көрерменіміз жазған екен: менің сүтті ешкілерім ауырып жатыр, яғни мұрындарынан су ағады, азырақ жөтеледі деп. Біз осы тақырып, бүгінгі видеоны осы тақырыпқа арнағымыз келіп отыр. Яғни бізде де біздің фермада да мұндай жағдайлар болған, және оның қалай болған, және біз оны қалай жеңгеніміз жайлы айтатын боламыз. Және тағы бір көрерменіміз Сәке Бәке есімді көрерменіміз сырттан келген сүтті ешкілердің денсаулығы өте әлсіз болады, оған укол салып отыру керек деген түсінік қаншалықты рас деп соны сұраған екен. Және біз осы сұраққа да жауап беріп өтетін боламыз. Егер де бұл видео сізді қызықтыратын болса, видеоны соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Олай болса, біз бастаймыз. Сонымен ешкінің мұрнынан су ағады және ол азырақ жөтеледі. Бізде де мұндай жағдай болған, және біз мұндай ауруды қайдан алып келдік және оны қалай жеңгеніміз жайлы кейінірек айтатын боламыз. Алдымен аурудың нақты себептері мен оның түрін анықтап алғанымыз жөн болады. Яғни ешкінің мұрнынан су ағады. Ешкінің мұрнынан су екі түрлі болып ағуы мүмкін. Ол біріншісі ол қауіптілігі, инфекциялық қауіптілігі жоғары түрі, және екіншісі инфекциялық қауіптілігі төмен. Инфекциялық қауіптілігі жоғары болатын түрі, оны көзбен анықтауға болады. Оның мұрнынан аққан судың түсі жасылданып келеді. Яғни бұндай жағдайда егер де ешкінің мұрнынан аққан су жасыл болатын болса, мұндайда да міндетті түрде ветеринарлық, санитарлық дәрігерге қаралу керек, және ол кісі сіздің малыңызды міндетті түрде карантинге алатын болады. Екінші түрі инфекциялық деңгейі төмен. Бұл мұндай деңгейде карантинге алынуға тиісті, бірақ оны өзіңіз жасасаңыз да болады. Яғни инфекция жоқ емес, инфекция бар, бірақ оның деңгейі өте төмен. Яғни ешкінің мұрнынан аққан су мөлдір түссіз болып келеді. Мұны емдеуге болады. Келесі жөтел туралы айтатын болсақ, жөтел, яғни орыстар оны кашель деп айтады. Оның негізі екі түрі бар: продуктивный және непродуктивный деп аталады. Яғни оны қалай жатуға болады, және оның айырмашылықтары неде деп сұрайтын болсаңыздар, онда былай непродуктивный, яғни жөтел құрғақ болады, қысқа болады, және ешқандай сұйықтық бөлінбейді жөтелген кезінде. Ал продуктивный дейді, оны бұл қауіптер деңгейі сәл, яғни жөтелген кезінде ылғал түйіршіктері, көпіршік түйіршіктері бірге қосып шығады. Яғни құрғақ емес, және ол ұзақ болады. Жөтелдің өзі ұзақ болады. Мұны продуктивный дейміз. Келесі, біздің айтатынымыз ол инфекциялық қауіптілігі төмен және непродуктивный кашель дейміз. Яғни қысқа деңгейдегі, қауіптілігі төмен деңгейдегі жөтел. Осыны біз қалай жеңдік? Біріншіден, біз бұны қайдан алып келдік деген тақырыпқа оралатын болайық. Кез келген, яғни ауру бар, яғни оның себебі де болуға тиісті. Біз Орынбор өлкесінен, Ресейдің Орынбор өлкесінен ешкі алып келген болатынбыз. Біз сол кезде сол ешкілермен бірге осы жөтелді алып келдік. Бізге беймәлім, оған дейін ешкілер ауырды ма, ауырмады ма, біз оны білмейміз. Шынығын айтатын болсақ, мүмкін жолда біз өзіміз ауырттық, не болмаса ешкіде мұндай инфекция бұған дейін де болған. Қазір ол маңызды емес. Қазір ең бастысы, біз оны қалай жеңдік. Біз алып келгеннен кейін олар жаңағыдай мұрындардан су ағып жөтеле бастады. Біз оларды бірінші деңгейде біз оларды бөліктедік, және басқа ешкілерге ешқандай қосқан жоқпыз. Жалпы ветеринариялық, санитариялық талаптардың ережесіне сәйкес, егер де шетелден не болмаса қауіптілігі аймақ деңгейінен басқа облыстардан, яғни жануар алып келетін болсаңыз, ол 21 күн карантинде болуға тиісті. Мен осы карантин жайлы айтып жатқан кезімде кейбіреулер сұрайды,
ол жаңағы коронавирус болғаннан кейін сондай болып жатыр ма деп, жоқ, оған дейін де бұл заң талаптары болған. Яғни кез келген жануар басқа облыстан не болмаса басқа аймақтан келген кезінде ол карантинге болады. Сол кезде оның ауруы анықтала бастады, сол жануарлардың. Біз оларға алғашында аса қатты мән бере қоймадық, және ол біздің өткен қателік болып есептелінеді. Ең бастысы ешкінің иммунитетін жақсарту деп біз есептедік. Яғни біз оны жолдан шаршады деп ойладық та, ешкінің иммунитетіне қарай көп мән бере бастадық. Яғни витаминдер бере бастадық ешкілерге көптеп, жаңағы пиццилин сияқты 3-5 деген сияқты дәрілерді бере бастадық, және бұдан аса қатты көмек болған жоқ. Мұрнынан су алып жөтеле беретін болса, оның салдары мынандай болады. Яғни продуктивности, жаңа сүт беруі, ет беруі ешкіден төмендейді, ешкінің тәбеті жоғалады, тамақты аз жейтін болады, және соған сәйкес салмағында жоғалтады. Өзінің салмағын 50%-дан жоғалтқан кезде ешкі өледі. Келесі, тағы да бір айта кететін жайт, біз бұны қалай жеңдік? Ең бастысы осы. Ешкіні біздің бақылауға да ұстадық, яғни қарапайым өзіміздің ешкілер, ауырмаған келген ешкілер, бірақ ауырмаған ешкілер және ауырған ешкілер деп 3 топқа бөліп қарастырдық, және 3 топты сағаттап отырып бақыладық. Бақылау нәтижесінде мынандай бір факт дейміз, сондай бір фактқа көз жетті. Яғни ауырған ешкі байқасаңыздар түшкірмейді, яғни сімкірмейді. Кез келген қой, ұсақ жануар, көбінесе ұсақ мал, қой немесе ешкі байқасаңыздар түшкіріп, сімгіріп тастайды өзінің мұрнындағы несін. Біз бақылау жүргізбестен бұрын ауырған малдың сойып та көрдік. Яғни сойған кезімізде оның өкпе ауруларына шалдыққан ба, соған байланысты экспертиза жасағымыз келді, және оны жасадық та, оған ондай белгілері болмады. Яғни өкпе ауруларына ешқандай шалдықпаған. Өкпесі таза болды, бірақ жөтеледі, бірақ мұрнынан су ағады. Кейіннен жаңағыдай біздер бақылау жүргізе бастадық. Бақылау жүргізгенде түшкірмейтініне, сімкірмейтініне көзіміз жетті. Енді біздің алдымызға қойылған мақсат қандай да болсын амалын тауып, бұл ешкілерді түшкірту немесе сімкірту болды. Біз бұны бірнеше тәсілдерін қолданып көрдік. Яғни мұрнына тамызу арқылы, яғни мұрнына дәрілерді адам аптекасынан сатып алып, адамдардың аптекасын сатып алып, мұрынға тамызатын дәріден тамыздық. Оның деңгейі енді сәл төмендеу. Ең дұрысы, менің ойымша, біздер тәжірибемізде, яғни адыраспан болды. Адыраспанды түтетіп, мұрнынан астынан иіскеткен кезде кез келген мал түшкіреді. Түшкірген кезінде оны біздер санау арқылы жүзеге асырдық. Бізде өткен бір мал ғана ауырған жоқ, бірнеше мал сондай аурумен ауырды, және бірнешеуіне тәжірибе ретінде жасап көрдік. Яғни біздің тәжірибемізде 7 рет түшкірген мал оңай жазылады екен. Яғни бір түшкірген кезінде 7 рет түшкірді, келесі мұрнына су ағып бастаған кезде тағы да 1 рет солай. Тағы да бірнеше рет егерде қайталасаңыздар, онда бұл аурудан құлан-таза айығып кету мүмкіндігі жоғары. Жаңа айттық, бұл мұрын қуысын тазалайды түшкірген кезінде, және тыныс алу жолдарын ашады. Ешкі тыныс алу жолдары жабылғандықтан мұрнынан су ағады, және ауызмен тыныстағандықтан ол жөтелетін болады. Яғни оның жөтелі қауіпті жөтел емес, оның ең бастысы сол тыныс алу мүшелерінің инфекцияға шалдығу, сондай ауруы. Адыраспанды өзіміз білеміз, халқымызда ем деп айтылады, яғни оның инфекцияларды өлтіретін қабілеті бар деп, сондай да бір қауесет сөз бар. Ал ең бастысы оның түшкіртетіндігінде. Келесі мынандай бір сұрақ қойылды жаңа, сырттан келген ешкілер инфекцияға шалдыққыш, яғни ауырғыш болып келеді. Кез келген мал, кез келген жануар, ол табиғаттың заңдылығы,
орын ауыстырған кезінде ол ауырады. Тіпті Қазақстанға келген мен көптеген жануар тасыған, мал тасыған азаматтардың біразымен былай ой алмасып көрдік. Сол кезде олар да айтып жатады. Тіпті асыл тұқымды өте керемет деген мынау Абердин Ангус деп жатады ғой енді, ірі қараның тұқымы. Тіпті солардың өзі Қазақстанға біршама аурумен келді деп сөйтіп айтылып жатады. Яғни ол рас, ол шындық. Яғни кез келген мал орын ауыстырған кезінде ол ауырып қалады. Яғни бұл ауруларды жеңуге болады, шынымен де егерде күресетін болсақ. Келесі, яғни тек осы ешкіге ғана қатысты ма дегенде, жоқ, ешкіге ғана қатысты емес, ол барлық жануарларға қатысты. Ал сүтті ешкі тұқымы негізі әлсіз болмайды, өзінің иммунитеті, бірақ климатқа төзімділігі біздің қазақы, яғни жергілікті осы жерде туып, осы жерде өскен ешкілерден климатқа төзімділігі төмендеу болады. Сондықтан да оларға қосымша витаминдер салып тұрған дұрыс. Витаминдердің құны өте сондай жоғары емес, және ол қолжетімді кез келген мал-дәрігерлік аптекадан табуға болады. Сондықтан да бұл аса үлкен мәселе емес. Витаминдер беріп тұру ол меніңше дұрыс, және тәжірибемізде де айта кетер, ол дұрыс. Және тағы да бір айта кететін жайт, біз тамырдан дәрі бердік, яғни ешкілердің әлсірегеннен кейін жаңағы мұрнын аштық, тазалап адыраспан арқылы, және сол кезде біз дәрі бердік. Біз қандай дәрі бергенімізді мен қазір сіздерге көрсететін боламын. Біз жалпылама ешкілерге бірнеше витаминдерді беріп тұрамыз. Олардың ішінде кальций хлорид, кальций борглюконат, B6, B12 деген сияқты, және барлық ешкілерге тегіс ұрылмайды бұл витаминдер. Яғни әрбір ешкінің өзінің жағдайына байланысты. Ал жаңада айта кететін болсақ, біз тыныс жолдарын емдеген кезімізде, яғни түшкірткен кезімізде ешкілерді, сол кезде біз мынандай бір дәріні қолдандық. Біз бұны тамырдан бердік. Сіздерге қазір көрініп тұрма, көрінбей тұрма білмеймін, бірақ сіздерге атын оқып берейін. Мүмкін жазып аларсыздар. Раствор рингеролокка деген раствор для инъекции дейді. Яғни бұны біздер тамырдан жібереміз, ешкінің мойнынан, тамырынан жібереміз қанға. Бұл ешқандай да тыныс жолдарын емдеуге көмектеспейді. Бұл тек қана ешкінің уақытша күш-қуат жинауына әсерін тигізеді. Бұл дәріні тіпті бәйгеге қосылатын аттарға да беріп жатады. Яғни бұл күш-қуат беретін дәрі. Бұл жағдай бізде шамамен 1 жылдай бұрын болған. Мен сіздерге қазір видеоға түсіріп көрсетер едім, бірақ қазір Аллаға шүкір деп айтайын, ондай ауырып жатқан ешқандай ешкіміз жоқ. Сондықтан да сіздерге осылай айтып беруіме тура келеді. Бұл бізде 1 жылдан да асып кетті бұл жағдайдың болғанына, орын алғанына, және осы кезде сондай сұрақ қойылып жатқаннан кейін осы видеоны түсіріп отырмыз. Сонымен сұрақтарыңызға толықтай жауап бердім деп ойлаймын. Ешкілеріңіз ауырмасын, аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Нұрғиса Қыдырбайұлы, ғылым және ауыл арнасы арнамызға тіркеліп, қолдау білдіріп қоюларыңызды сұраймыз. Аман сау болыңыздар.